Сәлем, құрметті оқырман. Бүгін сіздерменен босанудан кейінгі шаштың түсуі туралы айтатын боламыз. Оның түсуі себебі неде, қай кезде қалыпты болып саналады, қай кезде дабыл қағу қажет, және де басқа да тақырыптарды қозғаймыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менде басқа да денсаулыққа қатысты көптеген видеолар бар. Қарап, өз денсаулықтарыңызға үлес қосыңыздар. Әйел адамның ағзасында бала көтергеннен бастап, емізу процесін аяқтағанға дейін гормоналды өзгеріс болады. Аяғы ауыр келіншектердің ағзасында прогестерон және эстроген гормондарының жоғарылауы әсерінен май бездері және кератиннің жұмысы жақсарады. Сол себептен шаштың жалтырап, ұштануы төмендеп, аяғы ауыр кезде қалыңдайды. Шаш жылдам өсіп, түсуі төмендейді. Ал босанғаннан кейін эстроген мен прогестерон мұндай мөлшерде бөлінбейді, бірден азаяды. Орнына пролактин гормонның мөлшері көбейеді. Сол себепті шаш пиязшықтарының қоректенуі нашарлап, түсуі басталады. Бастың терісі құрғап, түлейді, қайызғақтар көбейеді. Әдетте адамдарда күніне 100 тал шаш түсетін болса, босанудан кейін 500-ге көбейеді. Шаш түсуінің көбеюі басқа да эндокринді ауру белгілері болмаса, әйел адамды уайымдатпау қажет. Шаш түсуіне басқа да себептер ол гормоналды өзгерістер, қоректік заттың азаюы, стресстің әсері, шаршау, ұйқының қанбауы, шашқа дұрыс күтім жасамау, босанудағы көп қан жоғалту, сондай-ақ қаназдық, яғни анемия әсер етеді. Шаштың түсуін азайту үшін біз не істей аламыз? Шаштың түсуін азайту немесе тоқтату үшін ең алдымен жас анаға өз денсаулығын қолға алу қажет. Ең алдыменен жеткілікті тамақтану. Күніне 5 реттен сапалы тамақтану және де дәрумендер пайдалану. Екіншіден, дұрыс ұйқы. Егер балаңызға көмектесетін адам болса, ұйқыңызды дұрыстағаныңыз жақсы. Үшіншіден, таза ауада серуендеу. Ең кемі 30 минут таза ауада серуендеп тұрыңыз. Және де жақсы эмоциялар. Күніңізді барынша жақсы көңіл күйменен өткізуге тырысыңыз. Соныменен әйелдерде босанудан кейінгі шаштарының түсуі гормоналды өзгеріске байланысты денедегі болып жатқан қалыпты физиологиялық процесс. Ал кейде гормоналды бұзылыстар болып, эндокринді аурулар өршуі мүмкін. Шашыңыз әдеттен көп түсіп, төмендегі белгілер болса, дәрігерге баруға кеңес беремін. Артериялық қан қысымның төмендеуі болса, бас айналып, бас ауыратын болса, шаштың тым майлануы, ісінулер, салмақты бірден қосып алу немесе бірден азып кету, денедегі түктердің көбеюі болса, онда дәрігерге қаралыңыз. Эндокринолог дәрігер сізге гормонға арнайы тапсыратын анализдер жазып береді және де сізді ары қарай емдейді. Босанудан кейінгі шаштың түсуінде қалыпқа келтіру үшін сондай-ақ гигиеналық күтім көмектеседі. Бальзам, сульфатсыз косметикалар қолдану, органикалық күтім жасау және де күніне 2 рет бас массажын жасау қажет. Достар, бүгінгі видео осындай. Келесі менің қызықты, пайдалы видеомда кездескенше сау болыңыздар және де менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар.